Армысыздар, құрметті көрермен, медиа студиямызда жаңа подкаст. Ендеше арнайы келген қонақтарымызбен танысып өтейік. Атырау облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің бөлім басшысы Сәрсенғалиева Айнагүл Әділқызы және жоғары санатты инфекционист, медицина ғылымдарының кандидаты, номер 2 облыстық аурухананың кеңес беру диагностика бөлімшесінің меңгерушісі Хизатова Нұрфия Төлемісқызы. Қош келдіңіздер. Бүгін өңірдегі эпидемиологиялық ахуалдың жай-күйі жайлы сөз қозғамақпыз. Ендеше алғашқы сұрағымды Айнагүл Әділқызы өзіңізден бастасақ. Жіті респираторлық вирустық инфекциялар мен тұмаудың кезекті маусымы басталды. Қазақстанда жыл сайын тұмау вирусы қараша айы мен сәуір айының ортасына дейін жалғасады екен. Өткен жылдың қазан айынан бастап өңірімізде осы ЖРВИ-дің неше жағдайы тіркелді және ауырған науқастардың неше пайызын балалар құрады? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Жалпы жіті респираторлық вирустық инфекциялар біздің облысымызда кең таралған инфекциялық аурулардың бірі болып келеді. Атап айтқанда бірінші орында алады деп айтуға болады. Жалпы облыс деңгейінде жаңа 24-25 жылдардағы тұмау мен ЖРВИ-дің жаңа эпид маусымда жіті респираторлық вирустық инфекциялардың 74.242 жағдайы тіркелген болатын. Оның ішінде 46.000-нан астам жағдай, немесе 63% бұл 14 жасқа дейінгі балалардың үлесіне тиіп отыр. Түсінікті. Осы жіті респираторлық вирустық инфекцияларға жататын метапневмовирустың таралуы бұл әлеуметтік желіде үлкен талқыға түсіп жатыр. Осы тұрғыда Нұрфия Төлемісқызына сауалым бар. Жалпы метапневмовирус дегеніміз не? Бұл вирус арасында қауіпті ме және оның алғашқы белгілері қандай? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті телекөрермендер. Метапневмовирусты инфекция бұл кәдімгі қарапайым жедел респираторлы вирус инфекцияларының бірі деп айтуға болады. Бұл ешқандай да жаңадан пайда болған вирус емес. Бұл вирус соңғы бірнеше ондаған жылдарда белгілі. Бұл жаңағы айтқан жедел респираторлы вирус инфекциялар сияқты дәл солай ауа тамшы жолымен жұғады. Яғни ауру адам түшкірген кезде, жөтелген кезде қоршаған ортаға бөлініп, содан жаңағы кілегей арқылы келесі адамға жұғады. Одан басқа да жаңа тұрмыстық қарым-қатынас дейміз, сол арқылы да бұл инфекция таралады. Негізінен енді біздің облысымызда әзірге осы эпид маусымда метапневмовирусты инфекция тіркеле қойған жоқ. Бірақ жаңағы біздің елімізде, Қазақстан Республикасында осы күнге дейін 30 шақты жағдайы тіркелген. Бұл жаңағы негізгі клиникалық белгілеріне келетін болсақ, барлық жедел респираторлы вирусты инфекциялар сияқты, ол да жаңа дене қызуының жоғарылауы, түшкіру, жөтелу, жаңағы пневмония сияқты асқыну берген жағдайларда ентігу сияқты симптомдармен сипатталады. Кішкентай балаларда көбіне ларингит түрінде де өтеді. Кейде жаңағы асқазан ішек жолының зақымдануы, соның ішінде құсу, шөту сияқты симптомдармен жүруде мүмкін. Ғалымдардың зерттеуінше жалпы 10 жасқа дейінгі балалардың барлығының қанында осы метапневмовирус инфекцияның қарсы денелері табылған. Ол не деген сөз? Яғни осы 5-10 жасқа дейінгі балалардың барлығы да өмірінде осы метапневмовирус инфекциямен кездесіп, сол инфекциямен ауырып шығады деген сөз. Бұл аурудың иммунитеті тұрақсыз, яғни келесі маусымда да осы инфекциямен мысалы ауруы мүмкін. Жалпы енді ересек адамдарда көбіне бұл инфекция жеңіл түрде өтеді. Жеңіл түрде өткенмен де жаңағы жалпы ауырған адам үй жағдайында қалып, жаңағы үйде дәрігерге қаралып емделген жөн. Себебі егер ол аяқтай жүріп инфекцияны на ногах переносить дейміз ғой, жүретін болса, ол жаңағы сыртқы басқа адамдарға жұқтыру мүмкіндігі артады. Көбіне бұл инфекция жаңағы кішкентай ерте жаста балаларда, содан кейін жасы 65-тен асқан ересек адамдар, соның ішінде хобл дейміз ғой, созылмалы бронхит, одан басқа жүрек тамыр жүйесінің аурулары бар, басқа да қосымша аурулар бар. Егде жастағы, яғни иммунитеті төмен ересектердің арасында өте ауыр түрде өтуі мүмкін. Яғни бірден вирусты пневмония дамып, кейде тіпті өлім жағдайына әкеліп соқтыруы да мүмкін.
Сондықтан жаңағы халыққа айтарымыз, бұл аурудың арнамалы алдын алуы жоқ, яғни спецификалық жаңа мысалы тұмауға қарсы бізде вакцина бар ғой, сол сияқты метапневмовирусқа қарсы бұл жаңа әлі вакцина ойластырылмаған. Сондықтан алдын алу жолы бұл кәдімгі бейарнамалы әдістер, яғни жиі қол жуу, кісілер жаңа көпшілік топтанатын жерлерге мүмкіндігінше жаңағы айтқан қауіптілік тобына жататын адамдар бармағаны жөн. Одан басқа адамдар жөтелген кезде, мысалы ауырған кезде жалпы көпшіліктің ортасында маска кию керек, бір реттік бетперде, және жөтелген кезде жаңа респираторлы этикет дейміз ғой, жөтелген кезде, түшкірген кезде аузын жаңағы қол орамалымен жауып жөтелу керек, немесе жаңағы қолдың білектің сыртқы жағымен аузын жауып, егер қолында дым болмаса, солай жаңағы сыртқы ортаға бөлінуін барынша азайтуға тырысу керек. Енді емдеу жолына келетін болсақ, бұл жаңа вирусты инфекцияда арнамалы жаңағы емдеу жолы жоқ. Яғни бұған жаңағы бейарнамалы емдеу әдістері, яғни көп мөлшерде жылы сұйықтық ішу керек, дене қызуы жоғарыласа парацетамол, ибуфен сияқты препараттар қолдану керек, тамағын шаю керек. Жалпы дәрігерге қандай да бір ауырған жағдайда, әсіресе жаңа қауіптілік тобына жататын кішкентай балалар, бір жасқа дейінгі ересек, үлкен кісілер, жаңа қарт адамдар дәрігерге қаралып, осындай симптоматикалық ем тағайындалып, үй жағдайында емделгені дұрыс. Зертханалық жол жөнінде. Алдын алу жолдарына алып қосарыңыз бар ма, Айнагүл ханым? Жалпы мына эпид маусым басталғаннан бері бізде облысымызда эпид маусым өткен жылдың 1 қазаннан басталды. Мына облыста айналымда болатын вирустарды анықтау мақсатында бізде зертханалық зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Бүгінгі таңда мысалы тұмау вирусын анықтау мақсатында облыс деңгейінде 625 адам науқас бізде тексерілген болатын. Олардың ішінде бүгінгі таңда 69 науқаста тұмау вирусының А типі, H1N1 подтипі анықталған болатын. Жалпы бізде бүгінгі таңда облыста айналымда жүрген тұмау вирусының типі бұл А типі, H1N1 типі. Сонымен қатар тұмау тәріздес инфекциялардың айналымына мониторинг жүргізілетін болады. Сол мониторинг жүргізілу кезде облыс деңгейінде вирусологиялық зертханамен 552 адам тұмау тәріздес вирустарға тексерілген болатын. Олардың 174-нен бізде риновирус, РС вирус, парагрипп, аденовирус сияқты вирустардың айналымы анықталды. Сонымен қатар бізде 552 науқас метапневмовирусына қоздырғышына тексерілді. Бүгінгі таңда олардың арасында метапневмовирус қоздырғышы анықталған жоқ. Түсінікті. Тағы қосымша айтып кететінім, жаңағы бұл вирус айттым ғой, вирусты пневмония, бронхиолит сияқты асқынулар туғызуы мүмкін. Біздің енді есімізде қалған жағдай, осыдан бірнеше жыл бұрын 2016 жылы осы біздің қаламызда метапневмовирус инфекциясы тіркелді. Сол кезде бұл әсіресе жүкті аналардың арасында өте ауыр түрде өтті. Бірнеше жаңағы жүкті әйелді тіпті санавиация желісімен Алматы, Астана қаласына аударуға тура келді. Сондықтан айтарым, әсіресе жүкті аналар өте мұқият болу керек. Тұмауға қарсы 16 аптадан бастап жүктіліктің прививка, алдын ала екпе салу керек. Себебі жедел респираторлы вирус инфекциялар көбіне тек қана бір вируспен шектелмейді. Ол кейде жаңағы микс инфекция түрінде жүреді, яғни науқастан бір емес бірнеше вирусты анықтауы мүмкін. Сондықтан жаңағы аурудың ауыр түрде өту мүмкіндігі жоғары. Бұл жаңағы айтқан кішкентай балалар, 3 жасқа дейінгі жүкті аналар, сосын ересек жастағы қосымша аурулары бар қарт адамдар алдын алу шараларына өте мұқият болу қажет. Дұрыс айтасыз, әсіресе жүкті аналар, олар өзінің ғана емес, іштегі шаранасының да саулығына жауапты ғой. Сол үшін де бізде қайталап өтеміз, балалар және қарт адамдар және жүкті әйелдер, иммунитеті төмен адамдар өте мұқият денсаулығына көңіл бөлгендері жөн дейміз. Қоғамдық орындарға баруды шектеу мүмкінше, немесе ол жерде болудың уақытын шектеу деген сияқты. Сонымен қатар қосымша тағы иммунитетін нығайту, таза ауада серуендеу, дұрыс тамақтану, уақытында ұйықтау деген сияқты шараларды міндетті түрде қолдану қажет. Таза ауада серуендеу деп айтып жатырсыздар. Бізде әсіресе мына кішкентай балалар ауырған жағдайда үйге тұмшалау жағдайы жиірек орын алады. Осы тұрғыда Нұрфия Төлемісқызы білікті маман ретінде
қандай пікір айтасыз? Жалпы мына кішкентай сәбилер ол ересек адамдар сияқты емес, қай жердің ауыратынында дәл басып айта алмайды. Сондықтан әсіресе жас аналарға айтарымыз, әсіресе жасқа дейінгі балалар ауырған жағдайда үй жағдайында өз беттерінше емдеу емес, мүмкіндігінше үйге дәрігер шақыртып науқасты қарату керек. Одан басқа емханаларға баратын болса, барлық емханаларда бізде фильтр кабинеттер жұмыс істейді. Барлық кез келген тұмаумен, қызумен, жөтелмен келген науқастар көпшілікке қосылмайды, бірден фильтр кабинетіне кіргізіліп, сол жерде дәрігермен қаралады. Әрине үй жағдайынан дәрігер шақыртқан дұрыс. Тек қана дәрігер науқасты қарап, қандай ем тағайындау керек, қалай беру керек, соның бәрін шешетін тек қана дәрігер. Сондықтан үй жағдайында әсіресе дене қызуы қатты жоғарылап, балаларда ентігу пайда болған кезде өте мұқият болып, дер кезінде дәрігерге қаралу қажет. Басқа ұлт өкілдеріне қарағанда, мына өзіміздің халқымыз әбден ауруы асқынған кезде ғана дәрігердің көмегіне жүгініп жатады. Сол жағдайларда қайғылы оқиғаларда орын алып жатады. Сол төңіректе дәрігерге кінә арту бізде көбірек. Осы тұрғыда дәрігерлердің қазіргі қоғамда беделдері түсіп кеткен жоқ па? Біз аурудың көп себебін сол ақ халаттылардың мойнына өзіміз кеш қаралғанымыздан емес, сол кісілердің кінәраты деп жалған жала жауып жүрміз бе? Ойларыңызды білсек. Жалпы енді бұл қоғамда осындай келеңсіз оқиғалар енді орын алған ол өтірік емес, арасында болып тұрады. Енді қазір жалпы ақпараттық технология заманы, барлық информация әлеуметтік желілерде бар, қандай аурулар таралып жатыр, олардың алдын алу жолдары қандай, сол жөнінде үлкен информация әлеуметтік желілерде берілген. Сол айтарым осы, әсіресе жас аналар, жалпы қазақта мақалы бар ғой, ауру еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп. Осындай барлық аурудың алдын алу жолдарына көңіл бөлсе екен. Мысалы, жалпы жұқпалы аурулардың ең тиімді алдын алу жолы бұл вакцинация, яғни қарсы егу болып табылады. Қазір бізде әлемде барлық жұқпалы аурулардың ішінде біз тек қана қара шешек, натуральный оспа дейміз ғой. Тарихта белгілі ғой, қаншама адамдар қырылып қалғаны. Осы натуральный оспаны ғана біз жеңіп отырмыз қазіргі таңда. Ал басқа жұқпалы ауруларды біз вакцинацияның көмегімен қазіргі жағдайда бір уровеньде ұстап тұрмыз деп айтуға болады. Сондықтан соңғы мысалы былтырға дейін қазірде тіркеліп жатыр қызылша ауруы, мысалы дифтерия ауруы бар, көкжөтел аурулар бар, барлығы да гепатит А, барлық ауруда осы вакцина арқылы алдын алуға болатын аурулар. Одан басқа жаңа айтқан маусымдық аурулар кезінде көпшілік орынға бармау, қол жуу ережесін сақтау, жаз мезгілінде ішек аурулардың алдын алу үшін суды қайнатып ішу, барлық жеміс жидекті жуып жеу сияқты осындай алдын алу шараларына үлкен көңіл болу керек. Себебі кейбір жағдайлар тек қана дәрігерге байланысты емес. Мысалы, кейбір сәбилер іштен туа науқас болып туып жатады, неше түрлі даму ақаулары бар, мысалы. Ол аурулар, ол науқас балаларға барынша алдын алу шараларын жүргізу керек. Ал егенде ауырғаннан кейін, ол мысалы асқыну болған кезде, уже дәрігерге келген кезде, ол кезде дәрігерде тіпті көмек бере алмай қалуы мүмкін. Сондықтан барлық жас аналарға айтарым, ең алдымен алдын алу шараларына көңіл бөліңіз. Екіншіден, қандай да бір аурудың белгілері пайда болса, үйге дәрігер шақырып, дер кезінде аурудың емін бастау керек. Себебі науқас асқынып кеш түскен жағдайда ол тек қана дәрігерге ғана байланысты емес, былайша айтқанда. Әркім өзінің денсаулығына жауапкершілік алып үйренсе деген тілектеріңіз бар. Кодекс о здоровьеде бар, ол тек қана баланың, сәбидің денсаулығына тек қана дәрігер емес, онымен бірге ата-ана да жауапты. Дұрыс айтасыз. Жаңа елімізде метапневмовирустың 30 жағдайы тіркелген деп айтып өттіңіз. Ол қай өңірлерде Қазақстан бойынша? Бұл енді негізінен Алматы, Астана, Қостанай, Батыс Қазақстанда екі жағдай анықталды. Қостанай облысында. Жалпы енді бұл вирустан қорқатын вирус емес. Бана әріптесім айтқандай, ол алғашқы рет 2001 жылы Нидерланд елінде анықталған. Енді мысалы бір 20-дан астам жыл өтті ол вирустың пайда болған, айналымда жүргеніне уже. Сол себепті ол жаңа вирус емес. Қытайда мына әлеуметтік желілерде тарап жатыр, Қытайда вспышка болып жатыр деп бір қайту жағдайлар.
бұл енді қорқынышты вирус емес. Кәдімгідей мына маусымдылығы бойынша тіркеліп жүрген 7 респираторлық вирустық инфекциялардың ішінде сол вирустар сияқты тіркелетін вирустардың бірі. Оның бана әріптесім атап өткендей, алдын алу шарасы бір, сақтану шаралары бір болып келеді. Ешқандай қорқатын вирус емес. Ал 2019 жылы тез таралған коронавирустың жаңа түрі COVID-19 жаһандық індетке айналып, бүкіл әлем әуре сарсаңға түскен еді. Соның салдарынан бірі ата-анасынан, бірі баласынан, жақынынан айырылған жағдайлар көп тіркелді. Айнагүл ханым, алаңдауға көп негіз жоқ деп отырғанымызда аурудың шырмауына бір байланып қалмаймыз ба? Енді 2019 жылы тіркелген COVID-19 жалпы пандемия болды. Енді әлемнің барлық елдеріне тіркелген аурудың бірі. Енді өкінішке орай бұл жаңа вирус болды. Ол кезде жалпы оның жаңа вирус болды. Сонымен қатар банаға дұрыс мүмкін емнің жолы болмаған шығар. Мысалы, жаңа болғасын оны зерттеу керек, емін табу керек деген сияқты, алдын алу шараларын табу керек деген сияқты. Енді жүргізілген жұмыстардың нәтижесіне, мысалы, сол вируске қарсы бізде вакцина табылған болатын. Вакцинациялаудың арқасында мысалы аурушылықтың төмендеуіне қол жеткізілді. Енді бана атап өттім ғой, бана эпид маусым басталғалы бері бізде науқастардан алынған материалдар, мысалы тұмауға, 7 респираторлық вирустық инфекциялардың бана қоздырғыштарына және коронавирустық инфекция COVID-19-ға бірдей тексеріледі. Енді осы биылғы эпид маусымда бізде COVID-19 вирусы анықталған жоқ халық арасында. Жақсы екен. Нұрфия ханым, қазақ халқы ежелден қойдың құйрық майын емдік мақсатта қолданып келді. Денені сылау, тағы да басқа жағдайлар болғаны белгілі. Бірақ қазір мамандар екіжүкті пікір айтады. Мәселен, құйрық майдың қандағы холестерин деңгейін жоғарылататыны сөз болып жүр. Оның пайдасына қатысты мәліметтер көбіне жоққа шығарылады. Осы тұрғыда сіздің пікіріңіз қандай? Қазір науқасқа ем-шара жүргізгенде осы дәстүрлі ем қолданыла ма? Жалпы енді қойдың құйрығының емді қасиеті ол ежелден белгілі. Ата-бабаларымыз енді далалықта жаңағы жүрген кезде ол кезде дәрі-дәрмек жоқ, осы қойдың құйрығымен біраз ауруды емдегені ол тарихта белгілі. Әсіресе соның ішінде мына туберкулез ауруын емдеуде бұл өте кеңінен қолданылған. Жаңағы қойдың құйрығын қымызға қосып жаңағы туберкулез ауруын емдеген жағдайлар белгілі. Белгілі зерттеуші Жади Шакенұлының еңбектері бар осы қойдың құйрығы туралы. Жалпы бұл қойдың құйрығының пайдасы да, зияны да бар. Оның барлығы нормаға байланысты, яғни тұтыну деңгейіне байланысты. Бұл қойдың құйрығының құрамында ол белок та жоқ, көмірсу да жоқ. Бұл 99,7% негізінен майдан тұрады, май қышқылынан. Соның ішінде ең көп 4/1 бөлігін бұл пальмит қышқылы деген май құрайды. Оның адам ағзасына тәуліктік нормасы бұл 10%-дан аспау керек. Яғни жаңағы егер сол 10%-дан жоғары көп мөлшерде адам ағзасына түсетін болса, қойдың құйрығын яғни көп мөлшерде пайдаланатын болса, ол бізде жаңағы семіздік, холестерин деңгейінің жоғарылауы, атеросклероз дейміз, басқа да жаңағы жүрек тамыр ауруларына әкеліп соғуы мүмкін. Ал оның пайдалы жағы бұл жалпы бізде майда еритін витаминдер деген бар. А витамині, Д витамині, Е витамині, осы витаминдер организмге аспен бірге түскеннен кейін сіңу үшін оған міндетті түрде май керек. Яғни бұл витаминдер майда ериді. Сондықтан адам организм тұтынатын асының құрамында міндетті түрде майда болу керек. Түсінікті. Ал енді жаңағы кішкентай сәбилерде жаңағы денесін сылау деген келетін болсақ, бұл да тарихта белгілі. Қойдың құйрығын ертіп, жаңағы тұмауратып, яғни жөтеліп ауырған жағдайда денесін сылау деген ол жалпы белгілі зат. Бірақ біз дәрігер ретінде айтарым, әсіресе жасқа дейінгі кішкентай сәбилерді біз жаңағы қойдың құйрығымен сылауға кеңес бермейміз. Себебі жалпы әсіресе кішкентай жаста балалардың терінің площади дейміз, көлемі именно осы терімен демалуына байланысты. Яғни
бала сәби ауырған кезде, қызулаған кезде ол мысалы тері арқылы демалады, қызу тері арқылы сыртқа шығады. Ал егер оны қойдың құйрығымен сылап, көп жағдайда тіпті жаңа толықтай бастан аяқ сылайды да бесікке жаңа бөліп тастайды. Бұл деген дұрыс емес, өзі ауырып жатқан жағдайда. Сондықтан ал жалпы былай массаж жасаған кезде пайдалану ол дұрыс. Мысалы, аяқ қолын созып баланың мысалы маймен сылайды ғой. Ал ауырған кезде түгел сылап тастап, бөлеп тастау деген ол меніңше дұрыс емес деп ойлаймын. Өте керек кеңес беріп отырсыз. Енді еркін подкаст болғаннан кейін кішкене тақырыптан ауытқуға тура келіп тұр. Жаңа айтып жатырмыз, коронавирус індеті жайлаған тұста қатаң карантин режимі белгіленген болатын, алайда қазақтың ойын қызығы таусылған жоқ. Еліміз көп бөлігі той тойлаудан тыйылған емес. Тойдағы шеттен тыс өздеріңіз білесіздер ысырапшылдық, мағынасыз әзілдер, дөрекі ойындарға әбден тіпті қазір көзімізде үйреніп кетті. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев айтқандай, қазір той тойлайтын уақыт емес, ой ойлайтын уақыт. Осы бір кезеңге қалай жетуге болады? Бұл сауал төңірегінде Нұрфия ханым, өзіңіздің пікіріңізді білсек. Жалпы енді қазіргі заман білімдікі деп айтып жатырмыз ғой. Жастар енді барынша жаңағы білім алып, жоғары білім алып, қазіргі мына ақпараттық технологияға, өндіріске көбірек көңіл бөліп, мысалы, сол бағытта мамандықты дұрыстап таңдап, жаңағы еліміздің өркендеуіне көбірек үлес қосса деген біздің ойымыз ғой. Жаңа айтқандай арзан ойын жаңағы той томалақтың соңында емес, керісінше жаңағы білімге көңіл бөліп, спортқа көңіл бөліп, соны енді насихаттау керек деп ойлаймыз. Бәрекелді. Айнагүл ханым, сіздің алып қосарыңыз бар ма? Жалпы тойға өзіңіз жиі барып тұрасыз ба? Енді той дейтін біздің халықтың ортасында кең таралған бір қазынасы деп айтып жатамыз халықтың. Екі ел бір-бірімен танысып, бір-біріне құрмет көрсетіп, енді ежелден келе жатырған бір дәстүрдің түрі ғой. Енді бана әріптесімен келсем, өзімде енді 3 баланы өсіріп отырған анамын. Оларды білімге жетілдеймін, тілді үйреніңдер, мысалы қосымша курсқа барыңдар. Балам мысалы 20 жаста балам спортқа барады, тренажерный залға барады. Түрлі мына қазір құрылыс саласында оқып жатыр да университетте. Сонда бана түрлі программа, автокад, акикад деген 3 түрлі программаларды көрсетіп береді, сызу жағынан деген сияқты. Сондай жағынан дамытамыз. Енді қызым да бұйырса 9 оқып отырған қызым бар. Оған да сол ағылшын тілін оқып, қосымша қол өнерлеріне бар деп сондай қосымша сабақтарға барамыз. Енді қазір әріптесім айтқандай даму заманы ғой, деп жастарға барлығы бар, үйренем дегісе. Әлеуметтік желілерде, интернеттерде түрлі ақпарат бар, сауатты адамның заманы деп айтуға болады. Сол жастарды тек білімге шақырамыз. Дұрыс. Нұрфия ханым, өзіңіз бала тәрбиесінде неге көбірек көңіл бөлесіз? Енді менде 2 баланың анасымын, екеуі де студент, қазіргі таңда екеуі де жаңа жоғарғы университетте білім алып жатыр. Бәрекелді. Сол балаларға қазір айтып жатырған сол білімдінікі көбірек жаңа тілге көңіл бөліп, одан басқа қосымша жаңа тек қана бір университеттің бағдарламасымен шектеліп қалмай, сол мамандыққа байланысты қосымша курстарды кеңірек оқып, одан кейін жаңа спортқа, денсаулыққа көңіл бөліп, өзіміз сол жаңа Қазақстанның жаңа азаматы ретінде соның бір кірпіші болып қаланып, халыққа сол игілігі тиетін бір мамандықтың иесі болып, кеңірек қалайсыз ғой, аха. Соны қалаймыз. Балаларыңыз қандай мамандықты оқып жатыр қазіргі таңда? Жолдарыңызды қуған бір ұрпақтарыңыз бар ма? Менің балам бұл промышленное гражданское строительство, өзі құрылыс саласын таңдады. Атасына ұқсаймын деп. Сол жолды қуғысы келді. Қыздарым мектепте оқиды пока. Менің қызым IT саласы, ұлым жаңа инженер саласында білім алып жатыр. Енді жолымызды қуған жоқ. Қазір енді 2025 жыл жұмысшылар жылы деген атауға ие болып жатыр. Өте жақсы мамандық таңдаған екен ұл қыздарыңыз. Аман есен
тек абырой биігінен көріне беруіне тілекшіміз. Өздеріңіз айтып отырсыздар, денсаулыққа жіті көңіл бөлесіздер. Той тәңірдің қазынасы дейміз, одан ажырау да мүмкін емес қазіргі заманда. Сол жиын тойларға әдемі болып бару үшін сыртқы сұлулықтарыңызға, жалпы сәнді киінуге қаншалықты көңіл бөлесіздер? Арнайы бір тойға дайындаламын деп айтпаймын. Енді бір Алматы қаласына немесе осы Астанаға барып, немесе осы Атырауда жүрген бір жақсы көйлек пен костюмымызды алып қоямыз, соны алмастырып киеміз. Өте жақсы. Ол парикмахерскийге барам, маникюрге барам деп айта алмаймын. Сол үйден шашымызды фендеп, биралап, боянып барамыз. Арнайы дайындалмаймыз сондай шараға. Нұрфия ханым? Бәрімізде де солай. Таңертең кешке дейін жұмыстамыз, былайша айтқанда, жұмыстан кейін сол өзімізше бар қолымыздан келгенімізді жасап, арасында енді салонға жүгіріп баруға болады ғой, уақыт табылса. Әрине. Бірақ үлкен бір сондай дайындық жасаймын деп айта алмаймын. Өте керемет. Ішкі жан дүниенің сұлулығы мен сыртқы келбетіміз үнемі үйлесім тапса, бұл ғанибет. Бүгінгі сауалдарымызға еркін түрде тұшымды жауап бергендеріңіз үшін, алтын уақыттарыңызды арнап келгендеріңіз үшін мың рахмет. Құрметті көрермен, ауырмайық, жалған ақпаратқа сеніп, бос алаңға салынбайық. Келесі кездескенше күніміз ашық, көңіліміз жайдары болсын.